Бұл видео ішіп пыстыратын ғылыми тілде болмайды. Бүгінгі видеода қазақтардың арасында кеңінен таралған гаплогруппалар және біздегі тайпалардың арасында қандай ерекше гаплогруппалар бар екендігі жайында айтатын боламын. Қазақ халқы ежелден шығу тегімен ата-бабасының кім болғандығына ерекше мән берген. Бүгінде адам қағаз бетіне жазған тарих 5000 жылдан араспайды. Бірақ генетика саласының дамуы адамдардың 20-25 мың жылдық тарихын ашып береді. Бұл ретте қазақтардың генетикасы да олардың кім болғандығын және біздердің ата-бабаларымыз есте жоқ заманда қандай әрекеттер жасағандығын ашып береді. Құрметті кәсіпкерлер мен отандық бренд иелері, егер сіз өз бизнесіңізді дамытып жаңа деңгейге шығарғыңыз келсе, дұрыс тарих арнасы сіздерді серіктестікке шақырады. Менің аудиториямның 95%-ы 25 жастан асқан төлемге қабілетті ересек көрермендер. Сіздің өніміңізді немесе қызметіңізді мыңдаған мақсатты тұтынушыға нативті әрі сапалы түрде таныстыруға дайынмын. Жарнама бойынша осы видеоның астындағы Instagram парақшама жазсаңыздар болады. Бұл тізімнен қазақ халқының арасында кеңінен таралған Y гаплогруппалардың шамамен пайыздық мөлшерін көріп отырсыздар. Бұл гаплогруппалар аталық жолмен ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырады. Тіпті сіз Африкада немесе Америкадан әйел алсаңыз да, бұл әкелік гаплогруппаларды өзгерте алмайды. Енді осы гаплогруппаларға рет-ретімен тоқталар болсақ, J гаплогруппасы. Бұл гаплогруппа негізінен таяу шығыс халықтарына тән. Қазақтардың арасында шамамен 5%-ға дейін J гаплогруппасының кездесуіне екі негізгі себепті келтіруге болады. Біріншіден, араб халифаты құрылғаннан кейін көптеген ислам дінін таратушы араб-парсы мамандары Қазақстан аумағына келіп дінді уағыздаған болатын. Қазіргі қожалар өздерін осы таяу шығыстан келген дін таратушы адамдардың ұрпағымыз деп санайды. Сондай-ақ біздің оңтүстік-батыс өңірлеріміз біраз уақыт парсылардың Самани империясының құрамында да қалды. Екіншіден, 2000 жылдай Ұлы Жібек жолы шығыс пен батысты жалғастырған әлемдегі маңызды сауда жолы болды. Әлем саудагерлері тоғысқан сауда жолының негізгі тармақтарының бірі Қазақстанның оңтүстігінен өтті. Сол себепті көптеген араб-парсы саудагерлері сонда сауда жасап, кейбірі ыңғайлы деп шешсе, оңтүстік қалаларда тұрақты қалып кетті. Сол себепті бізде осындай таяу шығыс гаплогруппасының мөлшері кездеседі. Q гаплогруппасы. Q гаплогруппасы Америка үндістердің арасында кеңінен таралған доминантты гаплогруппа болып табылады. Сондай-ақ көптеген Сібірдегі түркі халықтарының арасында да жиі кездеседі. Қазақтарды зерттеу барысында бұл гаплогруппа қаңлылардың арасында өте жиі кездесті. Қаңлылар көптеген қоныстанған аумақтарда Q гаплогруппасы 70%-ға дейін жеткен өңірлерде болды. Бұл жағдай қаңлылар жайлы екі маңызды ақпарат береді. Біріншіден, қаңлылар қазіргі Америка үндістерімен генетикалық жағынан туысқан болып табылады. Яғни кезінде 20-25 мың жыл бұрын Q гаплогруппасы бар адамдар Америкаға көшіп, Америка үндістерінің ата-бабасы болса, көшпей қалып кеткендері қаңлылардың ата-бабасы болған. Екіншіден, Q гаплогруппасы негізінен сібірлік гаплогруппа, ал қазіргі қаңлылар Қазақстанның оңтүстік-батысында, Түркістан, Шымкент жақтарда көптеп кездеседі. Бұл жағдай олардың мыңдаған жылдар бұрын солтүстіктегі Сібірден оңтүстік Қазақстан аумағына дейін көшіп, қоныс аударғандығын білдіруі мүмкін. N гаплогруппасы. Жалпы қазақтардың арасында аз кездессе де, генетиктердің деректері бойынша сіргелі мен уақ тайпасының арасында кездесу деңгейі жоғары. Атап айтқанда, сіргелілердің арасында 60-65% болса, уақтардың арасында 30-40%-ға дейін жеткен. Бұл тайпалар генетикалық жағынан Якутиядағы саха түркілеріне және фин-угор халықтары, яғни эстон, фин, венгр халықтарымен туысқан болып шықты. Сахалардың арасында бұл гаплогруппа 80-90%-ға дейін жетеді. N гаплогруппасы Сібірдегі ежелгі орман халықтарынан шыққан, яғни сіргелі мен уақ тайпасының ата-бабалары орманнан далаға шығып, көшпенділікке өткенін көрсетеді. O2 гаплогруппасы. O2 гаплогруппасы қазақтардың арасында негізінен наймандарда өте көп кездеседі. Наймандардың шамамен 70-80%-ы O2 гаплогруппасы болса, қалғандары C2 гаплогруппасын иеленген. Бұл гаплогруппа қанында бар адам саны әлемде 1,5 миллиардтан асып кеткен. Азиядағы ең доминантты гаплогруппалардың бірі. Әсіресе Шығыс Азия мен Оңтүстік Шығыс Азия халықтарының арасында жиі кездеседі. Наймандардың негізгі атамекені Шығыс Азия, яғни қазіргі Моңғолия аумағы. Кезінде олардың хандықтары шығыста Орхон өзенінен батыста Алтай тауына дейін созылған. Кейін Шыңғыс ханмен бірге көптеген наймандар Қазақстан аумағына көшіп келген. Наймандар генетикалық жағынан Индонезия, Кәріс, Вьетнам, Мьянма, Қытай, Филиппин, Малайзия халықтарымен туысқан болып табылады. J1 гаплогруппасы. Бұл гаплогруппаны бізде арғындардың гаплогруппасы деп атайды. Себебі басқа гаплогруппалармен салыстырғанда бұл гаплогруппа тек арғындардың арасында өте көп кездеседі.
Арғындардың шамамен 70-80%-ында осы гаплогруппа таралған. Ең таңғаларлығы, арғындардың генетикасын зерттеген Жақсылық Сабитов пен Мақсат Жабағин деген генетиктер арғындардың басым көпшілігі шамамен 700 жыл бұрын өмір сүрген бір әкеден тарағандығын анықтады. Яғни бұл жағдай 700 жыл бұрын өмір сүрген бір арғын өте көп ұрпақ қалдырып, қазіргі арғындардың түгелге жуығы соның ұрпақтары болып шыққандығын білдіреді. Генетиктердің бұл жаңалығы арғындардың шежіресімен дәлме-дәл түсті. Бізге жеткен деректерде арғындар өздерінің шығу тегін Қарақожамен байланыстырады. Қарақожа нақты тарихи тұлға, ол Алтын Орда мемлекетінде Тоқтамыс ханның сенімді әскер басы әрі нөкерлерінің бірі болған. Тоқтамысты қолдап оның тарапында соғысып көзге түскен. Қыдырғали Жалайырдың жазбасы бойынша Қарақожа 1406 жылы Тоқтамыспен бірге соғыс даласына қаза тапқан. Шамамен 31 жыл өмір сүрсе де артынан орасан зор ұрпақ қалдырған. Расымен де Қарақожадан кейін арғындар саны қатты көбейіп, тарих бетінде анық көзге түсе бастады. Мысалы, Әбілхайыр хандығының негізін салушы Әбілхайыр ханмен араздасқан арғындар Керей мен Жәнібекке қолдау көрсетіп, Қазақ хандығының құрылуына үлкен үлес қосты. Егер хандықтың алғашқы кезеңінде әлі көп адам Керей мен Жәнібектің артынан ере қоймаған тұста саны көп арғындар тарапынан қолдау болмағанда, Керей мен Жәнібек Әбілхайыр ұрпақтарының ауыр соққыларын тойтара алмайтын еді. Бұл жағдай арғындар Қарақожадан бұрын болмады деген сөз емес. Көптеген тарихи деректер арғындардың ежелгі түркі тайпаларының бірі болғандығын көрсетеді. Арғындар жайлы 11-12 ғасырда өмір сүрген Махмұд Қашқари, 13-14 ғасырда өмір сүрген Марко Поло да жазып кеткен. Сондай-ақ арғындар Қырым хандығында да үлкен саяси істерге араласып, хан сайлауға құқығы бар тайпалардың бірі болған. Қарақожа тек Қазақстан аумағындағы арғындардың санын көбейткен адам болған. Қазірдің өзінде арғындар Қазақстан аумағындағы ең саны көп тайпа. Ар гаплогруппасы R1A, R1B. Ар гаплогруппасы әлемдегі ең ірі және кеңінен таралған гаплогруппалардың бірі. Бұны кейде бейресми түрде арийлер гаплогруппасы деп атайды. Себебі шамамен 5000 жыл бұрын Қазақстан аумағында ежелгі қазақтар әлемде алғашқылардың бірі болып, мыс пен қоланы игеріп, сол замандағы ең жойқын қауіпті қару-жарақтар жасап шығарды. Металлургия аса жоғары деңгейде дамып, халық жаппай қаруланды. Мыс жеңіл және майысқыш болғандықтан одан ұшы өткір және алысқа ұшатын жебе оқтарын жасаудың реті түсті. Сонымен қатар ол адамдар көшпенділікке өтіп жылқыны қолға үйретті. Кейіннен жылқыға арба жегуді үйренді. Жылқы мен оған жегілген арбаны игеру сол заманда ядролық қару ойлап тапқанмен бірдей еді. Себебі ол кезде әлі үзеңгі мен ағаш ертоқым болмағандықтан, қатты шауып келе жатып жылдам әрі дәл садақ ату және жүйткіп келіп жауға найза түйрегенде өзің аттан ұшып кетпей орныңда қалу қиын болатын. Ал атқа жегілген арба үстіндегі адамдар жақындағанда найза түйреп, алыстағанда садақты еш қиналмай дәлдікпен ата алатын. Бұл жағдай соғыста аса жоғары үстемдік берді. Атты арбалы адамдар жауға жақындағанша әбден садақпен атқылап, жақындаған сәтте таң секілді жау шебін бұзып кіріп, найзамен түйреп тастады. Осындай үстемдікке ие болған ежелгі қазақтар Евразияның орасан зор аумағын басып алып, алпауыт империя құра білді. Бұл қазақ халқының ауыз әдебиетінде арыс деген атпен сақталды. Яғни Батыс Қазақстан мен Қара теңіз бойынан шыққан адамдар Европаны жаулап алып, ол жақтағы еркектерді шамамен 90%-ға азайтты. Зерттеулер Европада байырғы еркектердің және олардың гаплогруппасының көшпенділердің келуімен қатты азайып, кейінгі ұрпақтың көшпенді еркектер мен жергілікті әйелдерден жалғасқандығын анықтады. Ал Қазақстаннан басқа өңірдегі адамдар оңтүстік пен оңтүстік-батысқа жорық жасап, Иран мен Үндістанды басып алды. Қазақстан аумағынан шыққан адамдардың бұл ірі жорықтары Ар гаплогруппасының Европа, Оңтүстік Азия және Иранға таралуына алып келді. 16 ғасырда европалықтар Американы, кейін келе Австралияны ашқаннан кейін біртіндеп отарлап жергілікті еркектерді соғыс барысында және жұқпалы ауру таратып, қатты азайтып жергілікті әйелдерді алуына байланысты Ар гаплогруппасы кеңінен таралды. Қазіргі солтүстік және оңтүстік Америка және Австралияда Ар гаплогруппасы доминантты гаплогруппа болып табылады. Зерттеулер нәтижесінде Ар гаплогруппасы ежелгі азиялық гаплогруппа екендігі дәлелденді. Бұған дәлел ретінде Мальта баласы деп аталатын адам сүйегін жатқызуға болады. Мальта баласы 1920 жылы қазіргі Ресейге қарасты Иркутск облысынан, яғни Сібірден табылған 3-4 жасар баланың сүйегі. 2013 жылы жүргізілген генетикалық сараптама нәтижесінде бұл адамның шамамен 24 000 жыл бұрын өмір сүргендігі және Ар гаплогруппасын иеленгендігі анықталды. Осы зерттеу қорытындысы бойынша мамандар Ар гаплогруппасын шығу тегі азиялық гаплогруппалар тобына жатқызды. Қазақстан аумағында Ар гаплогруппасы ежелден бері кездеседі, тіпті қазіргі қазақтардың арасында айтарлықтай жиі кездеседі. Атап айтқанда, Суан, Ошақты, Қыпшақ және Батыс Қазақстан тұрғындары, яғни кіші жүз қазақтарының арасында өте жиі кездеседі.
Яғни батыс Қазақстаннан шыққан көшпенді адамдар 5000 жыл бұрын Европада өз гаплогруппасын қалдырды. Кейін сол адамдардың ұрпақтары европалықтар колонистік дәуірде жаңа материктерді отарлап бұл гаплогруппаның ауқымын кеңейтті. Сондықтан ар гаплогруппасын иеленген кез келген қазақ, ағылшын, мексикалық немесе австралиялықтар бір-біріне генетикалық жағынан туысқан болып табылады. C2 гаплогруппасы. Бұл тізімге енбеген қазақ тайпаларының көпшілігі C2 гаплогруппасына жатқызылады. C2 қазақ халқының ішінде шамамен 50-52% кездесетін ең көп таралған доминантты гаплогруппа. C2 шамамен 25-30 мың жыл бұрын пайда болған ежелгі гаплогруппа. Бұл гаплогруппа нағыз көшпенді түркі монғолдарға тән гаплогруппа ретінде саналады, себебі ғұн империясы мен түркі қағанатын құраған негізгі адамдар арасында C2 гаплогруппасы басымдықта болған. Бұл гаплогруппа 13 ғасырдан кейін қатты көбейген. Негізгі себептердің бірі Шыңғысхан мен оның әскерін құрған қазақ тайпаларының әр тарапқа жорық жасап, көптеген әйел алып ұрпақтарын молынан таратуына байланысты туындады. C2 гаплогруппасын иеленген қазақтар Қарақалпақ, бірқатар Сібір түркілері, Қалмақ, Манжур, Тұңғыз, Хазар, моңғол халықтарымен генетикалық туысқан болып табылады. Қорытындылап айтқанда, әлемде көп таралған гаплогруппалардың көпшілігі қазақтардың арасында кездеседі. Аталған гаплогруппалардың кейбірінің отаны Сібір мен Қазақстан. Бұл жағдай ежелгі көшпенділердің әлемнің әр түкпіріне тарап үстемдік етіп, өз ұрпақтарын кеңінен таратуына байланысты туындады.